Кіші жүздің Ресейге қосылуы. Қазақ хандықтарының Ресеймен дипломатиялық, экономикалық, сауда және саяси байланыстары. Балалар, бүгінгі тақырыбымызда патша үкіметінің орталық саясатының басталуымен 18 ғасырдың 40-шы жылдары кіші жүз бен орта жүзде қалыптасқан саяси экономикалық жағдайға тоқталамыз. 18 ғасырдың бас кезінде қазақ елінің халықаралық жағдайы қиындады. Кіші жүздің ханы Әбілқайырдың Ресей империясына үміт артып, осы қиын жағдайдан шығу үшін алдына қандай мақсаттар қойды? Біріншіден, Ресеймен сенімді байланыс орнатып, бар күшті жоңғарларға қарсы күреске жұмылдыру және қалмақтар мен башқұрттардың елді мазалауын тоқтату. Екіншіден, Ресейге арқа сүйеп, өзінің жеке қарсыластарының сағын сындырып, өз беделін көтеру. Үшіншіден, Жайық, Есіл, Ертіс, Ор өзендері бойындағы қазақ руларына мал шаруашылығын дамыту үшін бейбіт өмір қажет болды. Сол үшін Ресеймен келісімге келу. Төртіншіден, Ресей және басқа елдерге өтетін керуен жолының қауіпсіздігін қалпына келтіру. Ал енді Ресей елінің Қазақстан жөніндегі жоспары қандай болды? Ресей қазақтардың жоңғарлармен соғысып жатқанын пайдаланып, қазақ жеріне бекіністер салу арқылы біртіндеп жаулап алу еді. Әбілқайыр 1730 жылдың жазында Петербурға екінші рет елші жіберді. Ондағы мақсаты біріншіден жоңғарларға қарсы одақ құру болса, екінші жағынан Ресей әкімшілігіне сүйене отырып, өзінің басқа бәсекелестерінен жоғары болуға, оларды саяси аренадан ығыстырып, өзі біріккен хандықтың жеке дара басшысы болуға тырысты. Әбілқайыр елшілікке Ресей императрицасы Анна Иоановнаға өзін бодандыққа және қамқорлыққа алуды сұраған өтінішін хатпен жолдап, әрі ауызша айтуды тапсырды. Балалар, енді кіші жүздің Ресейге қосылуы барысы қалай жүргізілгенін қарастырайық. 1731 жылы 19 ақпанда императрица кіші жүзді Ресейдің бодандығына қабылдайтыны жөніндегі сенім грамотасына қол қояды. Тиісті ант қабылдау үшін Қазақстанға Әбілқайыр ханға тапсырылатын құжатпен сыртқы істер комиссиясының тілмәші Тевкелев бастаған елшілер жіберіледі. 5 қазанда Тевкелев Ырғыз өзеніндегі хан ордасы орналасқан Майтөбе сарайына келеді. Сол жерде ол Ресей бодандығына кіру мәселесі бойынша феодалдық ақсүйектердің, ақсақалдар, сұлтандар арасында алауыздық бар екенін анықтайды. Тевкелев өз қалауымен әрекет жасап, тәуелсіздікті қорғаушылардың бірнешеуін өзіне қаратып алады. Бөгенбай тобының қолдауы жағдайды бәсеңдетеді. Сонымен 1731 жылы 10 қазанда қазақ атамандары жиналысының көпшілік шешіммен кіші жүз ханы Әбілқайыр, Бөгенбай ақсақал, Есет батыр, Құдайменді мырза ант беріп, Ресей бодандығын қабылдайды. Бұл кең байтақ өлкенің Ресейге қосылуының бастамасы болды. Сөйтіп, кіші жүз Ресейге қосылғаннан кейін, ендігі мақсат орта жүзді қосып алу әрекеттерін жүзеге асыра бастады. Дегенмен Қазақстандағы жағдай шиеленіскен күйінде қала берді. 1730 жылдың екінші жартысында Қалден Церен орта жүз шекарасына әскер төге бастады. Осыған байланысты Ресей императрицасының 1734 жылғы маусымда орта жүзді Ресей құрамына қабылдау туралы жарлығы саяси жағынан ақталды. Бірақ орта жүздің көп бөлігі 1822 жылы Сібір қырғыздары туралы жарғы күшіне енгенге дейін дербес басқарылды. Сәмеке ханның қайтыс болуына байланысты указ жазылған грамота орта жүзге әкелінбеген күйінде қалды. Сонымен қазақ жерлері Ресей құрамына қосыла бастады. Сондықтан да патша үкіметі өзінің отаршылдық саясатын күшейтуге ұмтылды. Қосып алған қазақ жерлеріндегі шептерін нығайту үшін 1734 жылдың мамырында Қырғыз қайсақ экспедициясы құрылып,
Көп кешікпей ол Орынбор комиссиясы деп аталады. Оны Сенаттың обер хатшысы Кириллов басқарады. Оның көмекшісі болып, кіші жүздегі өкіметтің миссиясын сәтті орындаған үшін тілмаштықтан полковникке көтерілген Тевкелев тағайындалады. Мақсаты Ор өзеніне бекініс салу, шығысты отаршылдық ілгерілеуді кеңейту тірегіне айналдыру. Кириллов Ор өзенінде 1735 жылы өзара орыс-қазақ саяси және сауда байланыстарын дамытуда зор маңызы болған Ор бекінісін салады. Кейін жаңа жерге көшіріліп, Орынбор деп аталады. 1739 жылы Орынбор комиссиясының бастығы болып князь Усуров тағайындалады. Патша жарлығы бойынша Орынбор қаласының орнына ауыстырып, бұрынғы қаласы Ор қаласы деп ауыстыру. Жайық, Тобыл өзендері жағасынан жаңадан әскери бекіністер салу, жаңадан салынған Орынбор қаласына қалу міндеттері жүктелді. Татишев Орынбор өлкесінің жаңа губернаторы болып тағайындалады. 18 ғасырдың 30-40 жылдары Қазақстанның саяси өмірінде біршама өзгерістер болды. Әбілхайырдың башқұрт билеушілермен ауыз жаласып кетуінен сескенген Петербор сарайы одан екінші рет ант алуды ұйғарды. 1738 жылы 3 тамызда Орынборда Татишев қазақ сұлтандарының съезін шақырды. Әбілхайыр оның ұлдары Ералы, Нұралы, Беделді сұлтан 27 қуаттап қол қояды. 1740 жылы орта жүз ханы Әбілмәмбет пен ықпалды сұлтан Абылай бодандыққа ант қабылдайды. Абылай мен Әбілмәмбеттің ант беруі саяси жағдайға байланысты жоңғар шапқыншылығы қаупінен сақтану еді. Осы сәтте патша үкіметі өзінің шекаралық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында қандай шаралар жүргізді? Патша үкіметі бекіністердегі әскер санын көбейтті. 1741 жылы ғана 3 бекініске Железинск, Семей және Өскемен бекіністеріне 35 зеңбіректен тұратын артиллериясы бар 7400 адамдық гарнизонды орналастырды. Ертіс пен Ор өзені аралығында Калыван, Барнаул, Белоярск, Бийск тағы басқа бекіністері тұрғызылды. 1741-1743 жылдары кіші жүз бен оңтүстік Оралдың жерлері түйісетін маңда қазақтардың қоныстарын біртіндеп тарылтып бекіністер салынады. 1742 жылы қыркүйек айының 2 күні Орынбор комиссиясының бастығы Неплюев қалдан Серенге жолдаған хатында қазақтарға қысым жасамауды талап етті. Жоңғар билеушілері бұл талаптарға құлақ аспады. Осы жағдайда орта жүзді қорғайтын күш тек өздері болатынын Әбілмәмбет пен Абылай да түсінді. Қазақтарды қорғау деген желеу мен әскери бөлімдерді Ертіс, Алтай бойындағы бекеттерге орналастырып, қазақ жоңғар тартысын пайдаланып, кеңге бай Алтай өлкесін тезірек отырылауды аяқтауға тырысты. Міне сонымен Ресей өзінің экономикалық мүдделерін бірінші орынға қойып, бекіністер салуға кірісті. Ал барлық күшті жоңғар басқыншыларымен күреске жұмсаған қазақтар бұл қамал Ресей мемлекетіне қарсылық жасамады. Бұл қазақ жерін отырлаудың басы болатын. Қазақстанның солтүстік шығыс және орталығындағы негізгі аймақтар патшалықтың жүргізген әскери саяси акцияларының нәтижесінде 19 ғасырдың 20-40 жылдары ғана империя құрамына енді.